айналайын келіншектер. Бір-екі бала менен күйден ажырайсыңдар да, бәрібір түбінде еркек іздейсіңдер. Сосын жаңа бойдақ жігіттермен байланысқанда бір гитлерский пландарың болады екен. Бір жігіт жазады да маған, 2 баласы бар, келіншек дейді. Жері бар екен жаңа келіншектің. Сол жерге депті, сен үй саласың, оны сатамыз, жер үй қымбат болады. Сол сатқан соң 2 үй аламыз да, менің ұлым мен қызыма 2 квартира алып береміз. Содан кейін екеуміз қол ұстасып кетеміз де, сен қайтадан жер алып, үй салып, сосын бірге тұрамыз деп айтыпты. Ойбай, сендерге немене сол? Үй салу оңай ма? Адамдар үйді білесің бе? 1 жыл салатыны бар, ақшасы барлар. 10 жыл салатыны бар. Сонда бейшара еркек өзі 40-қа келіп қапты, үйленбеген әлімге дейін. Бала туғызбаған, байқұс. 2 баланың үшін үй салып, солардың үй сатып алғанына дейін, одан кейін өзі тағы жер алып, үй салып. Ойбай, ондай жағдай болатын болса, сен не қылады жаңа?